Құрметті студенттер, жақсы отыра қойыңдар. Бүгінгі сабаққа қандай көңілге меңгерді? Ондай болса, бір-бірімізге қарап, сәттілік тілейміз. Жақсы балалар. Ал ондай болса, құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің сабағымыз өте ерекше болады. Бұрынғы сабақтан ерекшелігі тауартану сабағы мен қазақ тіл сабағы бізде бүгін бинарлық сабақ түрінде өткізгелі отырмыз. Тақырыбымыз адам денсаулығы, қоғам байлығы, тіркестердің мағыналық байланысы, тауартану пәнімен байланыстырамыз. Тақырыбы жемістер және жеміс түрлері. Жақсы. Ондай болса, келесіде сабағымыздың мақсаты тіркестердің мағыналық байланысын бүгін сендер түсінесіңдер. Денсаулыққа қатысты сөз тіркестерін қолданамыз. Тауар сапасының адам денсаулығына әсерін анықтаймыз. Және қазақ тілімен тауар пәнін байланыстыра отырып, ойымызды дамытамыз. Білім алушылар, енді қараңдар, сіздерде мына жерде тіркестер берілген. Бұнда адам денсаулығы, сапалы өнім, пайдалы тағам, қоғам байлығы, экологиялық таза тауар. Осындай сіздерге сөз тіркестері берілген отыр. Енді осы сөз тіркесіне біз сөйлемге айландырамыз. Қанеке сөйлемге айландыра қойыңдар. Тез ойланамыз. Студенттер, алдарыңызда сөз тіркесі беріліп отыр. Соны сөйлемге айландырамыз. Адам денсаулығы басты байлық, немесе адам денсаулығын сақтау керек деген сияқты сөйлем құрастырамыз. Кәнекей сөз тіркесінен сөйлем тудырамыз. Жақсы, білім алушылар. Ондай болса, дайын болсаңдар, кәнекей адам денсаулығы. Бұл жақтағы денсаулық адамға байланыс айтып тұр, яғни байланысы тәуелдік мағыналық байланыс. Жақсы. Келесі бізде сапалы өнім сөз тіркесі кім дайын? Топ дайын. Дауысымызды шығарып айтамыз. Мағынасы жақсы талапқа сай өнім, байланысы сындық мағыналық байланыс. Жақсы, дұрыс айтады. Сындық мағыналы байланыс. Кәне, пайдалы тағам. Пайдалы тағам қасиетін білдіреді. Мағынасы денсаулыққа жақсы әсер ететін ас, сындық мағыналық байланыс. Келесі қоғам байлығы. Байлық сөзі қоғамға қатысты айтылған, мағынасы қоғамның құндылығы, байланысы тәуелдік мағыналық байланыс. Олай болса, соңғысы экологиялық таза тауар. Айта қой. Экологиялық таза тауар сөзі тауардың сапалық белгісін көрсетеді. Мағынасы табиғатқа және адамға зиянсыз тауар. Байланысы сындық мағыналық байланыс. Мінеки балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың негізгі мақсатын түсіндіңдер ме? Жақсы, өздерің сабақты жақсы түсіндіріп шықтыңдар. Кәнеке ондай болса, екінші тапсырмаға көшеміз. Келесі. Кәне, екінші тапсырма мағынасын түсіндіріп. Алдарыңызда сіздердің барлықтарыңызға кестелер таратылған. Ол жерде сіздерге тағы да сөз тіркестері берілген. Осы сөз тіркестері біз сөйлем етіп құрастырамыз. Барлықтарыңыздың алдарыңызда бар. Сол таблицаға барлықтарыңыз сөйлем құрастырып сөз тіркестеріне. Жақсы, топтық жұмысымызды осылай жасайық. Жақсы, тез сөйлем құрастырып. Пайдалы жауап беріп ұстаған
аға жасасам жазам билегішін алып. Дайын болсаңыздар қолдарыңызды көтеріңіздер. Дайын. Сөйлем құрасыңдар ғой балалар. Пайдалы тағамға сөйлем құрасыңдар. Сапалы өнімге сөйлем. Таза суға сөйлем құрайсыңдар. Қанекей студенттер екінші тапсырма бойынша мағынасын түсіндір. Дайын. Кім дайын? Топ бойынша? Кәне Нұрай айта қойшы. Адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералды бай тағам денсаулықты нығайтады. Жақсы, өте жақсы. Балалар бір-бірімізді бағалап отырамыз. Бұл өзі жаңағы топтық бағалау. Бір-бірлерімізді бағалап отырамыз. Жақсы. Сапалы өнім. Мен айтайыншы. Кәне, сапалы өнім тағы да айтатындар бар ма? Құндыз айта ғой. Сапалы өнім ұзақ сақталады. Сапалы өнімді қолданған адам денсаулығын сақтайды. Жақсы, өте керемет. Келесі дені сау адам. Жақсы айта ғой Айнұр. Дені сау адам спортпен айналысу керек және пайдалы тағамдар жеп, сонымен отпечатасы кетті. Іштің кетпей Айта ғой, жалғастыра бер. Өте дұрыс айтты. Жақсы отыра ғой. Тағы да қосарларың бар ма? Жақсы. Келесі таза су. Жақсы. Таза су ішу адам ағзасына пайдалы. Таза су адам ағзасына. Рахмет балалар. Кәне өзімізді өзіміз бағалап отырамыз. Жақсы ма? Мына жерге сендер тілінен банан деді. Я бананның құрамында қандай витаминдер бар, соны жазасың. Ал балалар, біз қазақ тілі пәні бойынша жаңа тақырыпты өттік, сөз тіркестері. Енді тауартану пәні бойынша жемістер тақырыбына келесі слайдты қарайық. Келесі тапсырма балалар, ол өнімді зерттеу. Бұл жерде алдарыңызда 5 түрлі жеміс берілген. Яғни ол тапсырманың мысал ретінде шиенің құрамы, жарамдылық мерзімі және денсаулыққа пайдасын жазып өтсеңіздер. Мысалы бүйтіп тұр ғой балалар. Балалар, студенттер қараңдар, мысалы. Жұмыс істеп отырамыз. Бәріміз жабылып, жұмыс істеп бәріміз жабылып. Сендер келгенде маманнан тез именно қандай дәрежеде бар, Ал балалар, мына топтан кім дайын? Айта ғой. Осы жемістердің ішіне маған ең ұнағаны өрік. Потому что оның құрамында А дәрумені мен калий көп кездеседі. Жарамдылық мерзімі 7-8 күн болғанымен, оның денсаулыққа пайдасы көзге қатты пайдасын тигізеді. Көздің көріп там. Соның көп пайдасын. Калий бізге қандай заттарға жатады? Минералды заттар, рахмет. Келесі қай топ дайын? Бізге ұнаған өнімнің атауы алма. Оның құрамы темір, талшық, витаминдер, жарамдылық мерзімі 1-2 айға, денсаулыққа пайдасы ас қорытуға пайдалы. Енді қараңыз, алманы таңдапсыздар, сақтау мерзімі 1-2 ай дегенсіздер. Алдындағы жаңағы
қатарластарымызға қарағанда шие 5-7 күн дедік, иә. Келесі өнімде 5, өрікті де 5-7 күн деп айтып сақтау. Ал алманы біз ұзағырақ сақтайды екенбіз. Себебі неде екен сонда? Себебі құрамында бізде су мөлшері аз, иә, басқа жемістерге қарағанда. Өте тамаша. Рахмет. Келесі бізде соңғы топ қалды. Өнімнің атауы банан. Құрамы витаминдер А, Б, С. Калий бар, иә, магний бар. Табиғи қан. Жарамдылық мерзімі 7-8 күн. Денсаулыққа қандай пайдалы? Энергия беріп, жүрекке пайдалы. Біз күнделікті жалпы өзіміздің колледждің асханасында да сіздерде рационда банан қосылған ба мысалға? Иә, әрине. Рахмет үлкен. Ал балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырма ол бізде қазақ тілімен тауар тану пәні біріктіріліп, бұл жердегі тапсырма екі пәннен де берілген. Яғни сөз тіркестері берілген, 3 сөз тіркесі және мағынасына қарай қай сөз тіркесі сәйкес келеді, соны тек қана көрсетіп шықсаңыздар болды. Мысалға, сапалы өнімге қай сөз мағынасы келеді, экологиялық таза тауар және пайдалы тағам. Ал балалар аяқтадық қой, кімді шыққысы келеді? Келе ғой шыққымыз. Келе ғой. Алам. Пайдалы тағамның тіркесі, мағынасы адамға пайдалы ас. Дұрыс. Келісеміз ғой, иә? Бір-бірдері. Кім жағында келесі? Келе ғой. Сапалы өнім тіркесінің мағынасы стандартқа сай тағам өнімі. Дұрыс. Және де соңғы. Тез-тез. Экологиялық таза тауардың тіркес мағынасы денсаулыққа зиянсыз тауар. Дұрыс. Дұрыс деп ойлайсыздар ғой? Өте тамаша. Ал енді осымен біз сабағымыз аяқталды. Бағанадан бері топтық бағалау жүргізілді. Сол бағалау парақшаларыңызды маған тапсырсаңыздар. Жарайсыңдар. Бүгін біз қазақ тілі пәні және тауар тану пәні бойынша сөз тіркестері мен жемістер, көкөністер деген тақырыпты өттік. Сабақ сіздерге түсінікті болды. Және кері байланыс ретінде SMS жіберулеріңізді сұраймын. Яғни ол SMS-те өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды, немесе мен сабақты жақсы түсіндім, және де тақырып бойынша әлі ізденуім керек деген сөйлемдер ретінде жіберсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сабақ аяқталды.